Бұл есепте бізге конус берілген. Енді бұл конустың осьтік қимасынан өтетін бір сызық бізге ABC үш бұрышын береді. Осы есепте ABC-ның бір бұрышы 120 градусқа тең болатын болса, енді конустың бұйрық қабырғаларының ұзындықтары бірдей болатын соң, 120 бұрышы ол бізге А нүктесінің бұрышы болады. Енді А нүктесі 120 болатын болса, асты 30-30-дан, және бұл есептегі біздің конустың биіктігімен радиусына байланысты бір теңдеу шығарсақ болады. О нүктесі болатын болса, бізге BOA бізге H және 30 R-ды беретін болса, R бізде түбірасты 3H болады. Осы жерден үшбұрыштың ауданы H көбейтілген R, 2R бөлінген R болатын болса, бізде бұл жерде 36 түбірасты 3, ол бізде HR-ды береді. Енді осы жерде R бізде түбірасты 3H болған соң, оны біз 36 түбірасты 3, ол тең бізде түбірасты 3 H квадрат болады. Түбірасты 3-тер қысқарған кезде H бізде 6 шығады. Енді H 6 болатын болса, R бізде 6 түбірасты 3 болады. Конустың толық беттік ауданының формуласы ол бізде PRL қосылған табанның ауданы PR квадрат. Енді осы жерден PR-ды сыртқа шығаратын болсақ, L қосылған R ол біздің толық ауданды береді. Осы жерде L біздегі ол мынау бұрыштың ұзындығы болатын болса, ол 2H болады. Осы жерден PR 2H қосылған R, енді берілген параметрларды орнына қойсақ, 36 түбірасты 3, түбірасты 3-ті берсе, ол бізде түбірасты 3-ке кіргізетін болсақ, 36 пи 2 түбірасты 3 қосылған 3 болады. Жауап С.